Кешірім сұраймын барлық әріптестерімнен. Неге Месси мұндай жағдайға түсті? Одан қалса осы қылығы үшін PSG клубы оны 2 аптаға ойындарда шеттетіп, айыппұл салып тастады. Аргентиналық үздік ойыншы PSG директорларына бағынбады дейді. Бұл қаншалықты рас? Не үшін? Не себеппен деген секілді барлық сұрақтарға қазір толықтай жауап берейік. Сіздермен бірге Желаяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған шабыт беру үшін видеоға лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Бәрімізде бір сұрақ туады. Мессидің басшылыққа қарсы шығып, кері әрекеттер жасайтын мінезі бар ма деп. Сол үшін толық оқиғаның хронологиясын білуіміз керек. Жалпы PSG клубы баяғыда бекітілген жоспарлары бойынша дүйсенбі мен сейсенбі күндері демалу керек болған. Осы 2 күнге байланысты Лионель Месси отбасымен бірге Сауд Арабиясына жол тарту керек екен. Мәселенің бәрі осы Сауд Арабиясына барудан басталды. Сонда Мессиге ол елге баруға болмай ма? Жоқ, бұл оқиғаның мәселесі ешқандай ерге қатысы жоқ негізі. 30 сәуір, яғни жексенбі күні PSG клубы Лориан командасынан 1-3 есеппен жеңіліс тапты. Клубта осы жеңіліске қатысты шарт бар екен. Егер дәл осы матчта жеңіліс табатын болса, демалысты ұмытыңдар дегендей. Себебі жоспарланған демалыс аяқ асты қалай болмай қалды дейсіздер. Месси бұл жайында білмеді-ау. Өйткені ол өзінің әуе билеттерімен баратын жеріне ұшып кетті. Ал бас бапкер мен спорт директоры Мессидің кетуіне рұқсатын бермеген екен. Сауд Арабиясы аргентиналықпен туристік жоспарлар бойынша 25 миллион евроға келісім шарт орнатқан. Бұл жерде Мессидің жұмысы араб елінің туризмін дамыту болатын. Қыдыру керек, әлеуметтік желілеріне бөлісу керек, және одан бөлек тағы да біз білмейтін шарттар. Сонымен PSG не істеді? Дүйсенбі күнге қойылған жаттығуға келмей, басшылықты тыңдамаған үшін Мессиді 2 аптаға клубтан шеттетіп, 2 апталық жалақысын да бермейтін болды. PSG-ның бапкері Кристоф Гальте болса, бұған менің қатысым жоқ деп жатыр. Маған аптаның басында Месси шеттетіледі деп хабар келді. Басшылық шешіп қойды, сол үшін мен бұл жайт туралы басқа ақпарат айта алмаймын деп бапкер өз ойын білдірді. Сөгіс күші өзінікін алған кезде Месси де бірден кешірім видеосын өзінің Instagram парақшасына шығарды. Соңғы оқиғаларға байланысты осы видеоны түсіріп жатырмын. Алдымен өз әріптестеріммен клубтағы адамдардан кешірім сұраймын. Шыны керек, ойыннан кейін әдеттегідей демалыс болады деп ойладым. Мен Сауд Арабиясына баруды о баста жоспарлап қойғанмын. Сол үшін оған бармаймын деп қол сілтей алмадым. Мен істеген осы қылығым үшін айыптымын және барлық шешімдермен келісемін деп Месси мырза кешірім сұрады. Ашығын айтқанда өте қызық көрінеді екен. Бір нәрсе білдіріп алып, ертесіне кешірім сұрайтын видеолардың талайын көрдік. Бірақ Мессидікінде көремізде кім ойлапты? Бұлай кешірім сұрау бұл өзінің қалауы. Ешкім үгіттеп қинаған жоқ дейді RMC порталы. Дәл осы оқиғаның бәріне 1998 жылы әлем чемпионы атанған франциялық Кристоф Дюгаридің ойлағаны басқа. Мұның бәрі спорттық емес, саяси шешім. PSG клубында көп нәрсе түсініксіз. Тұманды бәрі, дейді ол. Негізі PSG-ның былықтарынан бөлек бұл нәрсені басқа жағынан саяси істеуге де болады. Мысалға, Мессидің Сауд Арабиясына барып, оның осындай келісім шарт орнатқан туралы көбісі біле бермейді. Ал араб еліне барғанның көбісі жай кезекті демалысын өткізіп жатыр деп ойлайтын еді. Бірақ осындай шулы оқиғадан кейін Сауд Арабиясына барғанын бүкіл әлем естіді. Тіпті футболға қатысы жоқ адамдардың өздері талқылай бастады. Арабтар елі бүкіл жаңалықтарға тағы да шығып үлгерді. Қара пиар ма? Мүмкін, бірақ рас емес. Бұл менің жеке ойым. Ресми түрде Мессидің PSG клубымен келісім шарты осы жыл біту керек. Оны соза ма, созбай ма бізге белгісіз. Бірақ осындай әрекеттерден кейін қалуы екі талай секілді. Одан бөлек клубтың бір орнықталған ойыны да жоқ. Чемпиондар лигасында да еш нәрсе көрсете алмады. PSG-дан кейін қайда бару мүмкін? Баяғы бапкері Пеп Гвардиолаға, яғни Манчестер Ситиге, әлде өз клубынан Месси мен Роналдуды қосқысы келіп жүрген Дэвид Бекхэмнің Интер Майами клубы ма? Тіпті APL-дегі Ньюкаслде қызығып жүр. Алдында Сауд Арабиясында Аль-Хиляль клубы Мессиге жылына 400 миллион евромен келісім шарт ұсынған болатын. Бәлкім сол жаққа барып Роналдуға тағы да қарсыласы болады шамасы. Баршаңызға рахмет. Видеоны аса лайк басып тіркеле кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздермен бірге Желаяқты арнасы, амандықта жолыққанша сау саламат.